Саламатсыңдар ма балалар? Математика 2 сынып 78 сабақ. 2-ге көбейту кестесі. Сен санды 2-ге көбейту кестесін құрудың және оны қолдануды үйренесің. Бірінші есеп, суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгі. 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады, ал 2-ге 2-ні көбейтсек те 4 болады. 3 қосамыз 3 тең, 3 көбейту 2 тең 6. 4 қосу 4 тең, 4 көбейтеміз 2 тең 8. 5 қосамыз 5-ті тең, 5-ті көбейтеміз 2-ге тең 10. 6 қосу 6 тең, 6 көбейту 2 тең 12. 7 қосу 7 тең, 7 көбейту 2 тең 14. 8 қосу 8 тең, 8 көбейту 2 тең 16. 9-ға 9-ды қосамыз 18 болады, ал 9-ға 2-ні көбейтсек те 18 болады. Келесі есепке өтеміз. Екінші есеп, санды 2 көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен. Есіңде сақта. 2 көбейту 2 тең 4, 3 көбейту 2 тең 6, 4 көбейту 2 тең 8, 5 көбейту 2 тең 10, 6 көбейту 2 тең 12, 7 көбейту 2 тең 14, 8 көбейту 2 тең 16, 9 көбейту 2 тең 18. 4-ке 2-ні көбейтеміз тең 8. Санды 2-ге көбейту кестесі бойынша 2 көбейту 4 тең, 4 көбейту 2 тең 8. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша 8 бөлеміз 2 тең 4 және 8 бөлу 4 тең 2. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Келесі есепке өтеміз. Үшінші есеп. Санды 2-ге көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. 2-ге 3-ті көбейтеміз тең 6. 2 4 8, 2 5 6, 2 көбейту 6 12, 2 көбейту 7 14, 8 көбейту 2 тең 16. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18. Бөлу амалын орындаймыз. 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 10-ды 2-ге бөлеміз 5, 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 14-ді 2-ге бөлсек 7, 16-ны 2-ге бөлсек 8, 18-ді 2-ге бөлсек 9. 2-ге бөлінетін сандарды жұп сандар, ал 2-ге бөлінбейтін сандарды тақ сандар деп аталады. 2-ге бөлінетін сандар 4, 6, 8, ал бөлінбейтін сандар 3, 9, 11. Төртінші есеп, 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен, ал 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен жаз. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Жұп сандарды кему ретімен жаздық, ал енді тақ сандарды өсу ретімен жазамыз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Келесі 5-ші есеп. Мысалдарды түсіндіре отырып шығар. 20 көбейту 2 тең, 2 ондық көбейту 2 тең, 4 ондық тең 40. 600 бөлінген 2 тең, 600-дік бөлінген 2 тең, 300-дік тең 300. 30 көбейту 2 тең, 3 ондық көбейту 2 тең, 6 ондық тең 60. 800 бөлінген 2, 800-дік бөлу 2 тең, 400-дік тең 400. 40 килограмм көбейту 2 тең, 4 ондық көбейту 2 тең, 8 ондық тең 80 килограмм. 100 сантиметр бөлу 2 тең, 100-дік бөлінген 2 тең, 5 ондық тең 50 сантиметр. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар. Әрқайсында 7-ден 2 қалташа асық бар. Қалташадағы асықтар нешеу? 7-ге 2-ні көбейтеміз тең 14. 14 асық бар. Сайысқа 10 бала қатысты. Олар 5 топқа бөлініп тұрды. Әр топта неше бала бар? 10 бөлінген 5 тең 2. Әр топта 2 баладан бар. Келесі 7-ші есеп. Тиімді тәсілмен есепте. 24 қосу 15 қосу 16 тең, жақша ішінде 24 қосу 15 плюс 16 тең. 24 мен 15-ті қосқанда 39, 39-ды қосамыз 16 тең 55. 43 қосу 22 қосу 17 тең
43 қосу. Жақша ішіне 22 мен 17-ні аламыз. Қосамыз. Тең 39. 22 мен 17-ні қосқанда 39 болды. Қосамыз 43. Тең 82. Жақша ішінде 16 қосу 43. Қосамыз 27. Тең 16-ға 43-ті қоссақ 59. 59-ға 27-ні қосамыз. Тең 86. 36 қосу. Жақша ішіне 24 қосу 33. Тең 57. Қосу 36. Тең 93. Келесі есебіміз бізде 8-ші есеп. 3, 6, 7, 8, 9 сандарының арасында жұп сандарды тап және оларды екі есе кеміт. Нәтижені жаз. Шыққан теңдіктерді түрліше оқы. 6 бөлінген 2 тең 3, 8 бөлінген 2 тең 4. 6-ның жартысы 3, 8-дің жартысы 4. 9-ші есеп. Суретте неше түзу мен кесінді бар? Осы фигурадан қиылысуынан шыққан фигураны ата. 3 түзу, 3 кесінді бар. Осы шыққан фигураны 3 бұрыш дейміз.